HR мамандары біріншіден қызметкер іздеумен айналысады, іздеу, іріктеумен айналысады. Сосын жұмысқа келген қызметкердің жаңағыдай бейімделуі. Өйткені адам әртүрлі, орта әртүрлі, жаңағыдай. Біреу ортаға тез бейімдеп кетеді. Бір-екі аптада жетеді. Біреуге 1 ай кетеді, 2 ай кетеді, 5 ай кетеді. Бірақ бизнесте уақыт жоқ. Оны жаңағы күтіп отыруға, қашан бейімделеді кісі. Немесе олар жаңағыдай мысалы жұмысқа қабылдайды, сынақ мерзімі деген, қойылады жаңағыда көру үшін қызметкер қаншақты бізге келеді, қызметкер де көреді, бұл компаниямен арманға жұмыс жасай аламын ба? Мен сынақ мерзімі сол үшін қойылады 2-3 ай. Бірақ адам жұмыс жасаған кезде өзін толық аша алмайды. Ал компания басшылығы нақты оған не керек екенін, одан не күтіп тұрған ашық айтпайды жаңағыдай. Сондықтан 2 айдан кейін 3 ай осы сынақ мерзімде жұмыстан шығулар көп болады. Ал егер де бейімделу бағдарламасын дұрыс қойылса, қызметкерге жасайтын жұмысын, одан күтетін барлық тапсырмалар дұрыс берілсе, онда жаңағы сынақ мерзімі жақсы өтеді, және арман қарай бұл компания жұмыс жасай береді.